Шымкент қаласы полиция департаментінің үздік сала қызметкерлерінің халыққа таныстыру мақсатында арнайы бейне түсірілімдерді қолға алудамыз. Дәл қазір алғашқы түсірілімнің кейіпкері Шымкент қаласы полиция департаменті патрульдік полиция полкының қызмет инспекторы Мәншік Айдархан қызымен таныс боламыз. Сәлеметсіз бе, Мәншік Айдархан қызы? Ер азаматтармен бірге дәл осы саланың жауапкершілігін қатар көтеріп жүрген қыздарымыз аз емес, оның бірі өзіңіз. Осы саланы таңдауыңызға не себеп болды? Бұл саланы таңдауым себебі менің әкемнің туған әпкесі өзі осы милиция саласында жұмыс істеп пенсияға шыққан. Мен сол форма киіп жүрген қызығып, мен де осы салаға жұмысқа кірдім. Осы орайда айтып өтсеңіз, әріптестеріңіз сізді мерген қыз деп те атайды. Жалпы осы ату өнерін қалай меңгердіңіз, шеберлікті қалай шыңдадыңыз? Атуды мен 2008 жылы біздің патрульдік полиция полкының астындағы өзі тері бар. Сол жерде 2008-де Қазақстан жарысынан жарысатын қызметкерлер сол жерде астына жарысып отқан кезде мен атудың дауысын естіп, астына түсіп, мен де осы атып көрсем бола ма деп едім. Сол жердегі қазір пенсияға шыққан, күзет саласында жұмыс істеген бір апайымыз бар тұғын. Сол маған үйретті сол жерде қалай ату керек екен. Сосын сол кезден бастап уже Қазақстан жарысына баруды шешті басшылар, көрді мен қалай ататынымды. Дәл қазір өз сөзіңізде алғашқы жетістіктеріңізді айтып өттіңіз. Осы орайда осы салада жүріп, қол жеткізген жетістіктеріңізге тоқталып өтіңізші? Ату жөнінде мен почти 11 жыл болып қалды шамасында. Қазақстанның жарысына барып жүргеніме өзі осы ішкі істер министрлігінің несі бойынша Қазақстанда бізде жарыс болып тұрады әр облыста. Мен 2014 жылы қыздар арасында Шымкент қаласында болған жарыста бірінші орын алғам. Одан кейін Жамбыл облысында болды 2016-да. Сол кезде қыздар арасында бірінші орын алғам. Осында облыстық, аймақтық, республикалық деңгейдегі? Республикалық деңгейде бәрі өтіп жатқан. Өңірдің намысын, Шымкент қаласының намысын қорғап жүрсіз. Үлкен рахмет жауабыңызға. Сондай-ақ дәл осы салада жалпы мергендік саласында, ату саласында не маңызды? Қырағылық жөнінде айтып өтсеңіз, қандай қасиеттер азаматшаның бойында болуы керек? Тапаншаны атуда ұстаған кезде адам саспау керек деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден тапаншаны мишенге қарай жаңағы бағыттағанда сол мишенге қарай ату керек, жан жаққа қарау деген болмайды. Қасында инструктор болғаны дұрыс деп ойлаймын білмеген адамдарға. Бірінші қауіпсіздік дейсіз ғой? Бірінші қауіпсіздік. Сондай-ақ осының барысында мынау сала қызметкерлері айтып жатады, ер азаматтар мен әйел азаматтарды салыстырғанда тапаншаны шүртпесін басуда қыздардың бір икемділігі болады деген секілді. Бұл пікірмен келісесіз бе? Бұл пікірмен мен өте қатты келісемін. Бізде мынау республика бойынша жарыстарда, барып жүрген жарыстарда бізде неше түрлі қыздар бар. Мысалы айтсақ, Алматының, Тараздың, жаңағы Павлодардың қыздары өте жақсы атады. Көбінесе бізде сол облыстың қыздары, мен көріп жүрмін жарысқа барғаннан кейін. Олар тағы да бізде бір қолмен аталады спортивный мишенге. Қыздардың икемдігі балдардан қарағанда өте мықтырақ. Құрметті көрермендер, олай болатын болса, дәл қазір біздің сала қызметкерінің шеберлігіне бірге куә болайық. Осы қала бойынша жол көлік оқиғасына шыққан қызметкерлер сызады, ол жол көлік оқиғасына барып, соны ары қарай не істегенін, жаңа әкімшілік сотқа жібермегенін қадағалап отырамын. Сол бойынша отчеттар тапсырады маған. Сосын біздің полк патрульдік полицияның иығында кеудесінде тұрған бейнежетонның
қосылған қосылмағанын тексеріп, түсірілген түсірілмегенін тексеріп, сол бойынша қызметтік тексеру жүргізіледі. Патрульдік полиция полкының қызметкерлері жол саласында жүргендіктен олардың жұмыстары да оңай емес. Уақытылы бейнежетондардың түсірілімі, рацияға уақытылы жауап берілуі, қанша қиыншылықтар болса да, қанша не болса да, мен осы салаға жұмысқа кіргеніме, осы салада жұмыс істеп жүргеніме мен ешқашан өкінбеймін, өкінген де емеспін. Маған өзімнің жұмысым өзіме қатты ұнайды. Осы саланы дамытуға аянбай күш-жігерімізді арнауға дайынбыз.